шыққан. Бұл шығарма негізінен 20 ғасырдың басында жазылған шығарма. Бұл шығарманың маңызы қазақ халқы үшін өте зор және рухани қазынасы деп есептесек те болады. Бұл шығарма Қазақстанда мемлекеттік сыйлықты алған бірден-бір шығармалардың бірі болып есептелінеді. Және де бұл шығарманың негізгі мазмұны Бауыржан Момышұлы өзінің балалық шағы және де көптеген тыңдаған әңгімелері, әжесінен тыңдаған әңгімелері және әкесінің қалай сауат ашып, қалай білім алғаны туралы айтылған. Және де бұл шығармада екі маңызды оқиға кездеседі. Олар 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс және 1917 жылғы төңкеріс және ашаршылық кезі. Бұл 1917 жылы патша кезеңінің құлауы болып есептелінеді. Бұл шығарма өте қазақ халқы үшін маңызы зор және үлкен қазақтың қазынасы деп есептеймін.